Сәлем баршаңызға, сіздің логопедіңіз Дариға Рымғабылқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында кәдімгі тіс щеткасымен қалай массаж жасау керектігін үйренетін боламыз. Олай болса, кеттік. Алдымен баладан тілін шығаруын сұраймыз, яғни бәрі жаттығуын жасатамыз. Одан кейін ерінмен ұрғылаймыз. Осы тілді ұстап тұрын сұраймыз, және тіс щеткасымен босаңсытып аламыз. Яғни тілді екі бүйірінен массаж жасап өтеміз. Баланың тілін босаңсытқаннан кейін көлденеңнен және тігінен тарайтын боламыз. Енді тілімізді шығарып, тіліміздің бүйірін жоғардан төмен қарай тарап шығатын боламыз. Келесі жаттығу. Бізде тілімізді шығарамыз және де тіс щеткасымен тілдің бүйірін тарап шығатын боламыз. Яғни ұштарын, бүйірлерін тараймыз. Тарап болғаннан кейін міндетті түрде біздер келесі жаттығуға көшеміз. Яғни тілімізді шығарамыз және де тіс щеткасымен шырша тәріздес тілімізді тараймыз. Яғни тілдің ортасынан шетке қарай тарап шығамыз. Шырша тәріздес болуы тиіс. Осылай асықпай баланың тіліне массаж жасайтын боламыз. Келесі тілімізді піскілеп шығамыз. Одан кейін тілімізді бүйірінен ақырын ортасынан піскілейтін боламыз. Оны жасап болғаннан кейін келесі жаттығу. Біз ұртымызды тараймыз, яғни ұртымызға массаж жасаймыз. Екі ұртымызға массаж жасап болғаннан кейін жұмсақ таңдай және қатты таңдайға жасайтын боламыз. Яғни ортадан шетке қарай көлденең тарайтын боламыз. Таңдайға массаж жасап болғаннан кейін ең соңында ернімізді тіс щеткасымен піскілеп шығамыз. Осылай массажымыз аяқталды.